Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сіздер мектебіміздің подкаст жобасын тыңдап отырсыздар. Мен бүгінгі шығарылымның жүргізушісі 11 В сынып оқушысы Ержанова Мерей. Бүгін біз өте өзекті тақырып шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін тиімді үйрету жолдары туралы әңгіме қозғаймыз. Ағылшын тілі тек пән емес, ол бізді жаңа мүмкіндіктерге жетелейтін құрал. Дегенмен оны меңгеруде кейде ойлағандай оңай болып көрінбейді. Оны меңгеруде көптеген оқушылар түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Сол себепті біз осы тақырыпты терең талқылау мақсатында студиямызға ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, дарынды балаларға талантты ұстаз байқауының жеңімпазы Аружан Сыпатайқызы шақырылып отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бүгін өте қызықты, маңызды тақырыпты талқылаймыз деп ойлаймын. Ендеше бірінші сұрақты бастайық. Көп жағдайда оқушылар ағылшын тіліндегі мәтінді немесе сөзді түсінеді, бірақ еркін сөйлей алмай жатады. Неліктен көп оқушы ағылшын тілін түсінгенімен еркін сөйлей алмайды? Бұл мәселені шешудің қандай тиімді жолдары бар? Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда көп жағдайда оқушылар ағылшын тілін түсінеді, себебі олар грамматиканы, сөздік қорды теориялық жүзінде үйренеді, алайда ең көп таралған қиындық ол бізде сөйлеу дағдысы. Сөйлеу ол мүлдем басқа дағды, басқа қабілет. Өкінішке орай көп жағдайда оқушылардың қорқынышы басым, сөйлеуге ұялып жатады. Соны шешудің бірнеше жолдары бар. Атап өтетін болсам, біріншіден оқушылар әрдайым қорықпау керек. Бір-екі сөйлемді қатемен айтатын болса да, оның өзі үлкен жетістік. Сондықтан қателесуден қорықпауымыз керек. Екіншіден, біз ағылшын тілін күнделікті өмірмен байланыстыруымыз қажет. Мысалы, достарымызбен диалог құрастырсақ та, айнаның алдында сөйлесек те, күнделікті өмірімізді ағылшын тілінде сипаттап үйренсек те, біз кішкене болсын алға жетістікке жетеміз. Және де әрдайым қарапайым сөздерді ағылшын тіліне аударып үйренсек, бізге өте пайдалы болады. Өте орынды айттыңыз. Шынында да тіл тек теория емес, ол үнемі тәжірибені қажет етеді. Ал қазіргі кезде оқушылар арасында фильмдер мен мультфильмдер арқылы тіл үйрену кең таралған. Ағылшын тілін фильмдер мен мультфильмдер арқылы үйрену қаншалықты тиімді? Оны дұрыс қолданудың тәсілдері қандай? Ағылшын қазіргі таңда ең таралған әдіс ол осы ағылшын тілін фильмдер мен мультфильмдер көру арқылы үйрену. Ол өте қызықты, көбінесе біздің балаларымыздың айтылым және тыңдалым дағдыларын жақсы дамытады және сөздік қорға өте пайдалы әсері тиеді. Алайда бұл жерде де біз тек қана мультфильм мен фильмді көре салу ғана емес, деңгейімізге сай мультфильмді таңдап, ол жердегі кейіпкерлердің эмоциясын аңғаруымыз қажет. Және де біздің осы гимназиямызда дубляж жасау жобасы жүргізіліп жатыр және оның нәтижелері өте жақсы. Оқушылар тек қана мультфильм мен фильмдерді көріп қана қоймай, кейіпкерлердің эмоциясын аңғарып, ағылшын тілін табиғи түрде меңгеріп жатыр деп айта аламын. Бұл да дұрыс деп санаймын. Қызықты әрі пайдалы кеңестер үшін үлкен рахмет. Ал енді подкастымыз ағылшын тіліне арналғандықтан, келесі сұрағымды ағылшын тілінде қойсам деймін. In your experience, what are the most effective methods for developing student language skills like speaking, reading, writing, and listening? Thank you for your question. In my experience, the most effective way to develop a language skill is to combine all four skills: speaking, reading, listening, writing in a balanced way. For speaking, students should practice every day by conversation, small talks, role plays. Listening can be improved by watching movies, listening to podcasts and songs in English language. Reading can expand our vocabulary. We can read texts, books, and writing is also a very important skill. Students can write short essays or daily diaries and so on. To sum up, I think consistency and motivation play a key role. If students practice every day, they will see great progress over time. Well, that's a good point. Actually, I can say that this methods helped me a lot when I was preparing for my SAT and IELTS exams. So, I guess it's a really good point. Сонымен, бүгінгі әңгімемізден тіл үйрену тек жаттау емес, бұл дұрыс әдіс және де үздіксіз тәжірибенің нәтижесі екенін түсіндік. Әр оқушы өзіне ыңғайлы тәсілді таңдап, сонымен қатар жүйелі түрде жұмыс істесе, кез келген тілді меңгере алады. Құрметті ұстаз, мазмұнды әңгімеңіз үшін үлкен рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Оқушылар табысты түрде тіл үйренеді деп ойлаймын.
Құрметті тыңдармандар, бүгінгі подкастымыз да осымен аяқталып өз мәресіне жетті. Бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше.